Ұлы даланың мәдениеті адамзат тарихындағы ерекше құбылыс. Ежелден қазақ халқы жылы шырайлы, қонақ жайлы және бейбіт ел ретінде өзін танытқан. Ұлттары және діндері әртүрлі миллиондаған адамдар қазақ жерінен пана тауып, қамқорлыққа ие болған. Шығыстың даналығын және батыстың динамизмін бойына сіңірген Қазақстан әрдайым халықтың гүлденуінің маңызды шарты ретінде ежелгі және керемет байтақ қазақ жерінде бейбіт өмірді сақтауға ұмтылды. Бірақ тарих басқаша болуды бұйырды. На казахстанской земле действовал самый большой в мире Семипалатинский ядерный испытательный полигон. Последствия этих испытаний будут ощущаться еще долгое время. Одним из первых указов, подписанных мной в качестве президента Казахстана, стал документ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Жиырмасыншы ғасыр ядролық физика саласындағы ұлы жаңалықтармен есте қалды. 1938 жылдың желтоқсанында неміс ғалымдары Отто Ган және Фридрих Штрасман уран ядроларының бөлінуін ойлап тапты. Дәл осы жетістік өркениеттің технологиялық дамуын өзгертті. 1939 жылы қыркүйекте Германия Польшаға шабуыл жасайды және екінші дүниежүзілік соғысы басталады. Бірнеше айдан кейін ұлы физик Вернер Гейзенбергтің басшылығымен Германияда уран қоғамы жұмыс істей бастайды. Германия атом қаруын жасап шығаруы және оны одақтастарға қарсы қолдануы мүмкін деп мазасызданған ақш пен Ұлыбритания 1942 жылы атом бомбасын жасау бойынша Манхэттен жобасын іске қосады. Бұл жұмыс Құрама Штаттарда генерал Лесли Гроувстың басшылығымен жүргізіледі. Оның ғылыми бөлігімен бүгінгі күні америкалық атом бомбасының әкесі деп аталатын ұлы физик Роберт Оппенгеймер айналысады. Кейін Кеңес одағы да уранды әскери мақсаттарға қолдану бойынша зерттеулерге кіріседі. 1945 жылы адамзат тарихында қыруар қан төгілген, ондаған миллион адам өмірін алып кеткен екінші дүниежүзілік соғыс аяқталады. 1945 жылдың 16 шілдесінде ақштың Нью-Мексико штатындағы Аламогордо шөл даласында атом бомбасының бірінші сынағы жүргізіледі. Бір айға жетпей, 1945 жылдың 6 және 9 тамызында атом бомбалары Жапон қалалары Хиросима мен Нагасакиге тасталады. Бұл зұлматтың құрбандары 100 мыңдаған бейбітшіл тұрғындар еді. 1946 жылдың 5 наурызында ақштағы Миссури штаты Фултонидегі Ұлыбританияның ірі саясаткері Уинстон Черчилль ауыр соғыс доктринасының негізі болған шығыс пен батысқа қарсы тұру туралы өзінің әйгілі сөзін мәлімдейді. Әлемді темір бұлт жайлайды. Бұрынғы одақтастар әрі жеңімпаздар КСРО мен ақштың ірі әлемдік державалары бір-біріне қарсылас атанады. Қарсы тұру идеясы америкалық әлем және әлемнің коммунистік түрленуі деп екі тұжырыммен қалыптасады. Бұл әлемді екі үлкен әскери саяси блокқа бөледі. Кеңес одағының 20 қаласын атомдық бомбалау әлеуетті қаупі туындайды. Кеңес одағы өзінің атом бомбасын жасай бастайды. Алғашқы бомбаны жасауда кеңестік барлау қызметі маңызды рөл атқарады. Америкалық физик Клаус Фукспен және ақш атом жобасында жұмыс істеген басқа ғалымдармен жіберілген деректер кеңестік атом бомбасын жасау жұмыстарын жеделдетеді. Ғалымдар атом қаруына бір елдің ғана ие болуы қауіпті екендігін, ядролық қаруды қолдану қызығушылығын бүкіл адамзатқа қауіп-қатер алып келетіндігін түсінген болатын. КСРО үшін атом бомбасын жасаудағы негізгі мәселе өзінің ядролық сынақ полигонын құру болды.
КСРО министрлер кеңесінің 1947 жылғы 19 маусымдағы қаулысымен халықтың құрамы аз, хабар беру жолдары бар, су ресурстары және жергілікті құрылыс материалдар сияқты талаптарға сәйкес келетін әскери полигонын құру туралы шешім қабылданды. Үкіметтік комиссия Қазақстанды таңдайды және полигон үшін Семей, Павлодар және Қарағанды облыстарының аумағынан 18500 шаршы километрді бөледі. Осы жылы әскери қалашықтың құрылысы басталады. Қалаға Мәскеу 400 атауы беріледі, кейін Семей 21 атауына өзгертіледі. Кешірек қалаға ғалым және Кеңес одағының алғашқы атом жобасының басшысы Игорь Васильевич Курчатовтың құрметіне Курчатов атауы беріледі. Курчатов қаласы Семей ядролық полигонының әкімшіліктік орталығына айналады. Бұл Кеңес одағының ең құпия қаласына айналады. Ол еліміздің ешқандай картасында көрсетілмейді. Мұнда ұлы ғалым физиктер Юлий Харитон, Яков Зельдович, Кирилл Щелкин және басқалар жұмыс істейді. мың 1949 жылдың 29 тамызында қуаты 22 килотонна алғашқы советтік атом бомбасы сыналады. Атом қаруының монополиясын жою КСРО мен ақш арасындағы қарулану бәсекелестігін күшейтеді. 1953 жыл полигонда ұлы физик Андрей Сахаров конструкциясының қуаты 400 килотонна алғашқы термоядролық заряды жарылады. 1955 жылы қуаты 1600 килотонна алғашқы сутектік бомбасы жарылады. 1949 жылдан 1963 жылға дейін Семей полигонында адам денсаулығына және қоршаған ортаға ең қауіпті жер және ауа сынақтары өткізіледі. 10 мыңдаған адамдар зардап шегіп, 100 мыңдаған адам әртүрлі дәрежеде ядролық сынақтардың әсеріне ұшырайды. Сонымен қатар, ядролық ракеталық қозғалтқыштар және ғарыш зымырандары үшін ядролық энергетикалық қондырғылар сынақтан өткізіледі. ақш-та осы тектес сынақтар Невада штатында жүргізіледі. Онда 902 әуе, жер және жер асты жарылыстары жүргізіледі. Бұрынғылардың айтуынша, бейбіт өмірді қажет етсең, соғысқа дайындал. Ұлы державалардың қарсы тұруы бір-бірін жоюды кепілді қамтамасыз ете отырып, екі жақтан 10 мыңдаған ядролық зарядтарды жинауға алып келеді. Тарихтың басымызға салғаны сол болар. Кеңес одағы артта қала берді. Ол одан әрі ядролық арсеналының саны жағынан ақш-қа жетуге тырысып бақты. 1953 жылдың 17 ақпанында Нью-Йоркте америкалық физик Роберт Оппенгеймер әрқайсысы өз өмірлерін құрбан етіп, бір-бірін өлтіруге даяр екі ұлы держава ақш пен КСРО-ны бөтелкедегі қос шаянға балаған сөзін жеткізді. Кеңестік шаянның қысқа бізгегі, ірі америкалық шаянның бізгегі секілді аса қауіпті еді. Жауапты соққы жасау ықтималдығы 60 жыл бойы салыстырмалы саяси тұрақтылыққа және әлемдегі бейбітшілікке алып келгендігі таңғаларлық жағдай. Ал қарулану жарысы маңызды ғылыми техникалық прогреске ықпал етті. Ғылымның жаңа тараулары, жаңа технологиялар туындады және жаңа өнеркәсіп салалары ашылды. 1959 жылы ақш тарапынан Кубаға басып кіру қаупі туындады. Онда социалистік революция орын алады. Бұл жайт Куба басшысы Фидель Кастроның КСРО-дан көмек сұрауын алып келеді. Кеңес одағы Кубаны қолдап,
1962 жылы Аралға Құрама Штаттарына бағытталған баллистикалық ракеталар үшін 40 іске қосылатын қондырғыларын орнатады. Кариб дағдарысы туындайды. Атом қаруы қолданылған жағдайда 100 миллионнан астам адамның өмірі құрбан болар еді. Бейбітшілік атом соғысына жақындайды. КСРО мен ақш көшбасшылары Никита Хрущев пен Джон Кеннеди арасында жүргізілген келіссөздерден кейін Кеңес одағы Куба аралынан ракеталарын алып шығады. Бірнеше айдан кейін ақшта КСРО Еуропа аумағына бағытталған түрік қаласы Измир базасында орналастырылған 15 баллистикалық ракеталарын алып кетеді. Бірақ сұм соғыс жалғасады. 1963 жылы экспансивті совет көшбасшысы Никита Хрущев Біріккен ұлттар ұйымында батыс елдеріне бағыттап ауыр сын айтады. Жалпы 1945 жылдан 1962 жылдарға дейін ядролық державалар 552 әуе және жер сынақтарын жүргізеді. Нәтижесінде планетадағы радиациялық фон нормадан асып түседі. Сондықтан 1963 жылғы 5 тамызда КСРО, ақш және Ұлыбритания Мәскеуде үш ортада, жерде, су астында және ғарышта ядролық сынақтарды тоқтату туралы шартқа қол қояды. Семей полигонында 1949 жылдан 1989 жылдарға дейін 456 ядролық сынақтар жүргізіледі. Соның ішінде 116-сы әуе және жер, 330-ы жер асты сынақтары болады. Жер асты сынақтары 1963 жылдан 1989 жылға дейін жалғасады. Термоядролық жарылыс салдарынан 1965 жылғы қаңтарда Шаған көлі пайда болады. Барлық саналы адамдар ядролық жарылыстардың аяқталу керектігін түсінген болатын. 1972 жылы Мәскеуде КСРО мен ақш арасында ядролық соғыс қаупін болдырмайтын ОСВ-1 стратегиялық қаруларды шектеу шартына қол қойылады. 1970 жылы Кеңес одағы Ауғанстанға әскерлерін кіргізеді. Бұл өз кезегінде халықаралық жағдайдың кенет өштігуіне алып келеді. 1983 жылы ақш президенті Рональд Рейган Кеңес одағын барлық елге жауыздық империясы деп мәлімдейді және 23 наурызда ғарышты милитаризациялауға мақсатты бағытталған СОИ-дің стратегиялық қорғаныс бастамасының бағдарламасы туралы жариялайды. 1985 жылы КСРО-ның билік басына Михаил Горбачев келеді. Қайта құру және жариялық кезеңі басталады. Геосаяси ауқымдағы өзгерістер орын алады. Сұм соғыс аяқталады. 1985 жылы 6 тамызда Кеңес одағы ядролық сынақтарға бір жақты мораторий жариялайды. Ол батыс елдерінің қолдауына ие бола алмағаннан кейін 1987 жылғы 26 ақпанда аяқталады. 1986 жылғы 15 қаңтарда Михаил Горбачев жаңа бастамамен 2000 жылы ядролық қаруға толығымен тыйым салу туралы сөз сөйлейді. – 1989 жылы 12 ақпанда Семей полигонындағы кезекті жерасты ядролық жарылыстан кейін жер бетіне радиоактивті газ таралады. Радиоактивті бұл Тынық мұхит акваториясы бойынша әскери кезекшіліктегі стратегиялық авиация дивизиясы шоғырланған Шаған кентінен бастап ақштың батыс жағалауына дейін қамтиды. Дивизияның мөлшер өлшегіштері табиғи радиациялық фонның 200 есеге артқандығын анықтайды. Сынақ салдарынан шошынған дивизия командирі генерал-майор Павел Бредихин осы туралы Семей облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Кешірім Бостаевқа хабарлайды. 1989 жылғы 20 ақпанда Кешірім Бостаев Қазақ КСР министрлік кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың келісімі бойынша және қолдауымен Кеңес одағының коммунистік партиясының орталық комитетінің бас хатшысы Михаил Горбачевке аса маңызды грифмен Семей полигонында ядролық жарылыс жиіліктерін азайту және бұдан әрі басқа орынға ауыстыру талабымен шифрограмма жібереді. Ұлы қазақ ағартушылары және ойшылдары Абай, Шәкәрім, Мұхтар Әуезов өмір сүрген осы Семей жерінде бейбіт өмір үшін және Кеңес одағында және бүкіл әлемде ядролық сынақтарды тоқтату үшін қозғалыс басталады.
1989 жылғы 26 ақпанда қазақстандық телевизия арқылы халыққа ядролық сынақтарды тоқтату туралы үндеу тастап, белгілі қазақстандық ақын Олжас Сүлейменов сөз сөйлейді. 28 ақпанда Алматы қаласында митинг өткізіліп, Невада Семей ядроға қарсы қозғалыс құру туралы шешім қабылданады. 1991 жылғы 29 тамызда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Семей ядролық сынақ полигонын жабады. Бұл шешім ядросыз бейбіт өмірге Қазақстанның алғашқы қадамы болып саналады. Көп жылғы ядролық сынақтармен адамдардың денсаулығына және қоршаған ортаға аса зор зиян келтіріледі. Жалпы сырқаттылық көлемі артады, халықтың өлім жітімі көбейеді. Осы салдарды жою үшін үкіметпен халықты реабилитациялау, әлеуметтік қорғау, аймақты экономикалық дамыту бойынша мемлекеттік бағдарлама әзірленеді. 1991 жылғы желтоқсанда Кеңес одағы тарайды. Қазақстан тәуелсіз мемлекетке айналады. Кеңес одағынан ерікті түрде бас тартқан әлемдегі 4-ші ядролық әлеует Қазақстанға мұра болып қалады. 1992 жылы президенттің жарлығымен сынақ полигонының базасында ұлттық ядролық орталық құрылады. Қазір ол ядролық сынақ салдарын зерттеумен, радиоактивтік қалдықтарды жою және көму проблемаларын меңгерумен, сондай-ақ әртүрлі ядролық технологияларды зерттеумен айналысады. Курчатов қаласы бейбіт атом астанасы болып қалады. 1992 жылғы 23 мамырда Қазақстан ядролық қаруды таратпау туралы өзінің міндеттемелерін бекіткен СНВ-1 шартының Лиссабон хаттамасына қол қояды. 1994 жылы Қазақстан елден ядролық қаруды шығаруын аяқтайды. Ал 1995 жылдың мамырында бұрынғы Семей полигонында соңғы ядролық заряд жойылады. 1996 жылғы 24 қыркүйекте Вашингтонда жетекші ядролық державаларға қосылған біздің елде ядролық сынақтарға тегіс тыйым салу туралы шартына қол қояды. 1999 жылы Қазақстан Республикасында континентальды баллистикалық ракеталар үшін барлық шахталы іске қосу қондырғылары жойылады. Ал 2000 жылы Семей полигонында ядролық сынақтар үшін соңғы туннель жойылады. 2004 жылы Курчатовта бейбітшіл мақсатта ғылымды қажет ететін ядролық және радиациялық технологияларды құру үшін ядролық технологиялар паркі акционерлік қоғамы құрылады. 2006 жылғы 8 қыркүйекте Семейде Орталық Азия республикалары Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Қазақстанмен Орта Азиядағы ядросыз аймақ туралы шартқа қол қояды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасы бойынша 2009 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының сессиясында жыл сайын атап өтілетін 29 тамыз ядролық қарудан бас тарту дүниежүзілік күні болып жарияланады. 2010 жылғы сәуір айы Қазақстанға Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун келеді. Ол ядролық қарудан ерікті түрде бас тартқан бірінші ел ретінде Қазақстан Республикасына жоғары баға береді. 2011 жылғы 29 тамызда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Семей ядролық сынақ полигоны жабу туралы жарлығына 20 жыл толды. Сол тарихи кезеңнен бері 2-10 жыл уақыт өтті, бірақ біздің халыққа келтірілген орны толмас залалды бүгінгі күнге дейін сезініп келеміз. Біздің экологиямен келтірілген жарақаттар соншалықты ауыр, тіпті ғалымдардың айтуы бойынша оны қалпына келтіру үшін 100 жыл уақыт өтеді. Болашақ ұрпақтардың тынысын улайтын Семей полигонын сезінбеу үшін мемлекет қолдан келгеннің бәрін жасайды. Қазақстан атом физикасы саласындағы ғылыми зерттеулерді оны жасауға бағыттайтын әлемнің ірі полигонын жауып, өзінің тарихи миссиясын орындады.
Бұл 20 ғасырдың ұлы тарихи оқиғасы, Қазақстан халқының еркіндік белгісі, планетадағы бейбітшілікті сақтауға оның қосқан үлесі. Бірақ басқа елдер ядролық марафонды әлі де жалғастырып келеді. 1974 жылы бірінші ядролық сынақ Үндістанда жүргізіледі. 1998 жылы кезекті ядролық сынақтар Пакистанда жүргізіледі. Қазіргі уақытта атомдық қаруға Израильда ие. 2006 жылғы 6 қазанда бірінші атом бомбасының сынағына ұшыраған Солтүстік Корея ядролық клубтың 9-шы мүшесі атанады. Ядролық қаруы бар елдердің саны көбейген қазіргі мазасыз уақытта әлемге ядролық қарудың таралу қаупі және лаңкестік әрекеттер, оны әскери мақсаттарда пайдалану қаупі төніп тұр. Қазақстанның ядролық қарусыздануы, мысалы бүгінгі күні әлемге оның құлдырау шегіне жеткендігін еске салатын нақты баламалы процесс болып табылады. Біздің серіктестермен бірігіп, Қазақстан бұдан әрі де ядросыз әлем үшін ғаламдық қозғалыстар құруға бар күшін салады. Географиялық жағынан Еуразиялық континенттің ортасында орналасқан Қазақстан өзінің маңызды базасы және ғылыми әлеует арқасында өзінің ядролық қаруын құра алады. Дегенмен, бүгінгі күні планетадағы бейбіт өмірдің эпиорталығы бола отырып, ядролық қаруды таратпау және оған тыйым салу саясатын жүргізіп келеді. 3-ші мыңжылдыққа қадам басқан адамзат керемет жер планетасында жарқын өмірді сақтау үшін соғыстан және зорлық-зомбылықтан бас тартуы тиіс.